Амансыздар ма, қалай жағдайларыңыз? Менің клубникаларым туралы сұрағандарға видео түсіріп жіберейін. Осы көптен YouTube каналыма кірген жоқпын. Клубникаларыңыз қалай дегенге, клубникаларым жағдайы жақсы. Тек су неге түсіретін менің қолым тимей жатыр ғой. Жағдайлар жақсы. Биыл мен бұларды өзгертіп, сіздер көктемде көрдіңіздер ау деймін. Бір рет видео түсірдім ау деймін. Неге ектім? Қара топыраққа ектім. Қара топырақ оларға ұнаған, жақсы шығып жатыр. Бірақ мен Египетке кетіп қалып, 10 күнге суарылмай қалып, біраз өліп қалғаны да бар. Суару керек қой, клубниканы күнде суару керек. Сосын топырақ жақсы болу керек. Топырақ қара топырақ болып еді. Былтыр саздан тамыры шіріп еді ғой, сазға көп жаңбыр жауғанда тұрып қалады екен су. Енді биыл мынау песчаный қара топырақта тұр, жақсы тұр. Жақсы тұрған, жаңа өзінің цветоностарынан көруге болады. Мінекей бір цветонос беріп тұр, 2-3 цветоностан бар. Мен мана көрдім. Міне ірі жемістері де бар. Оның қасында бұларды жаңа жартысы қорақ балғасын мен не жібердім да? Желі, мұрт. Мұрттарды жіберсең жеміс ала алмай қаласың ғой. Содан биыл көп мұрт жібердім. Ана өлгендердің орнына клубникаларды егем ғой деп, жеміс биылға аз шығар деп, жоқ шүкір. Жақсы жеміс беріп жатыр. Күнде жинап үлгере алмай жатырмыз. Видеом түсіріп жатыр ғой, мінекей. Мынадай жақсы цветоностар, міне біреу, мінекей екеу, 3 цветоностан беріп тұр. Сол жарайды, одан артық керек емес. Одан артықты и так та 3 цветоностан артықты олар көтере алмайды ғой, міне. Бір цветонос. Цветонос деген жаңа гүлі бар бас қой, міне. Біреуі тұр, міне екеуі тұр, сосын міне үшіншісі тұр. Соның бәрі берсе, болды, жарайды. Ал мына жаңағы мұрттар соның күшін алып кетеді ғой. Мына сосын клубника кішірейіп қалады, сол мұрттардың әсерінен. Міне да клубника беріп тұр. Мынандай мұрттар түскен ғой жаңағылардан. Содан клубникалар кішіріп қалады. Әйтпесе үлкен жақсы, бұдан да зор клубника беретін нелерім ғой. Міне, сосын ана клубника көп егетіндер, байқадым, олар не істейді екен? Цветоностарға да коррекция жасайды екен, олар да азайтып тұрады екен. Осындай қаптап кетсе, осы бар несінен үлкен ірі клубника алғысы келіп, қаптап, міне жақта міне екінші цветоноста тұрғым, міне ол да беріп жатыр. Міне үшінші цветонос. Үшінші ғой, мынау, міне. Мінекей, үшінші цветонос ол да беріп тұр, міне. Бір, екі, үші ол да тарам-тарам болып бүйтіп бөлшектеніп тұр. Міне үш. Соның бәріне күші жету үшін бұлардан жаңағы мұрттар жібермеу керек. Міне қараңыз, мынада міне арамшөпті де жылып тұру керек. Мына қара топырақ болғасын арамшөп те кетеді. Міне мынада мынау бір мұрт келіп, оның күшін алып кетіп тұр. Ол мұрт міне тағы күшін алып кетіп тұр. Мұртты деген құрту керек. Мұрттар бүкіл күшін алады. Мұрттарға арнайы қайшымен шықпаса, олар тастай. Адамның әлі де жетпейді. Менің әлім жетпей қалады ғой соларды қиюға. Мына жерде мынаны жып-жуан, мына жерден үзу керек. Клубниканың жақсы беру үшін сорты жақсы болу керек біріншіден. Екіншіден, мен мыналарды әр түбін 450 теңгені аш, мына жылуға әлім келмей жатыр. Мына негізгі аналықтың күшінің бәрін алып тұр мынау. Мына бір үлкен жерге жабысып тұрғым, жабысып қалыпты енді. Мен өткен біразы не істеп қалғасын, қорақ қалғасын, Египетке кеткенімде суарылмай. Мен мұрт жіберуге рұқсат бермедім ғой. Әйтпесе түскендей мұрттарды үзетін едім. Енді мына мұртты жай қолмен үзуге әлім келмей жатыр. Бір қолымда телефон, мына қара. Шамам келмей жатыр, тырнағымның да күші жетпей жатыр. Сондықтан пышақ ие болмаса қайшы алып шығуларыңыз керек. Мынадайды міне үзіп тастау керексіздер. Мынаның күшін шешесінің алмау керек. Шешесінде әлі болу керек қой, өзінің жағына қырғын жемісін беру үшін мына бала алмау керек оның күшін. Шырмауықтарды да құрту керек. Міне мынаның да сондай күшін, мына қараңыздар, жақсы, мына әдемі, мынаны ешкім көрмей қалған. Бізде сауысқан да жау. Жаңбыр жауғана балшық болып қалған ғой, мына піскен екен алайын. Міне осыны мынандай болып мұрттар келіп тұр. Міне, мынаның да қанша цветонос бар. Міне біреу, міне екеу, жаңа біреуін жылдым. Мынаны міне тоже айыру керек шешесінен. Міне, айырып тастау керек. Мынау да күшін алып кетеді оның. Ол жақта мыналар да міне. В общем, түсіндіңіздер ғой, мұрт деген күш алып кетеді. Шешесінің күшін алып, дұрыс жеміс бергізбейді. Сондықтан міндетті түрде мұрттың бәрін құрту керек.
И жер жаңағыдай қара топырақ, песчаный, борпылдақ қара топырақ болу керек. Жаңағыдай бір жерде көрдім, міне мынаның бәрі мұрттар, мына құрту керек мына мұрттарды. Мұрттар бүкіл күшті алып кетеді. Міне бір мұрты шығып тұр қауқиып. Жаңағы жапырақты жейтін бәлелерден де улап тұру керек. Мынандай қылып дым-дымын қалмайды, дал-дылын шығарып. Ол үшін бірақ мындай беріп атқанда уламау керек. Бергенге дейін улап алу керек. Енді беріп кеткеннен кейін мына балдар жейді, қалай улаймыз? Бұны улай алмаймыз ғой. Сосын жаңағы фитоспорин туралы өткенде айттым ба? Фитоспорин деген жақсы био не ғой, бактерия ма, мынаның астында зең болмау үшін, көгермеу үшін жер қатты суда жаңбырлы кездерде сол фитоспоринді профилактика түрінде беріп тұру керек. Фитоспоринді. Сосын мен боқты аштық қойдым, бөдененің боғын аштық қойдым. Қояным бар, менің YouTube каналыма түсірмей кеттім қояндар туралы. Мен деген қанша күшті қояндар ұстадым. Сол қоянымды да жаңағы не, қоянның боғы да жақсы екен. Мен мыналардың бәрі шешесінен келіп тұр. Шешесінің қанша күшін алып тұр, бөлу керек. Қоянымды да әлгі, бөлелмей атқандар. Боғы огородқа өте жақсы екен. Одан мынау келіп тұр, қараңыздар. Қоянның боғы да жақсы екен. Бөдене құстың боғы да ашытып қою керек тек. Сосын ненікі да, мына сиыр, жылқы бәрінікі да жақсы. Әрі менде биогумус бар ғой. Мен биогумус та салам. Одан қалса, ана монокалий фосфат деген фосфорный калийный удобрениені де беріп жіберем шамалы. Себебі оларға калий керек болады. Калий ағаштың күлінде. Ағаштың күлін шашлычниктерден әкеліп, содан беруіңізге болады. Ағаштың күлін құйып, ашытып керек емес, суға езіп болған. Баратын адам болмай қалады. Бізде сосын монокалий фосфат дегенде әкеліп береміз. Ол да калий ғой, калийный удобрение. Біреулер айтады екен, ондай химияларды беруге болмайды. Одан таза табиғи боқты беру керек деп. Боқтың өзінде өте көп бере беріп, сосын сыстарға тексерткен кезде мына жақсы клубничниктерден естім орыстардың. Оларда нитрат көрсетеді екен. Боқтың өзі де солай нитраттардан тұрады ғой. Нитрат деген жаңағы тұздар неше түрлі минеральный. Мынаны да жылы алмайды. Міндетті түрде қайшымен шықпаса, мынаған бір қолдың әлі келмейді. Мынадай қаптағы мұртты құрту керек. Сондықтан жалғыз боқтың өзімен өсіріп атырым, пәлен түген ол нағыз табиғи деген сөз емес. Боқтың да нормасы бар. Ашытып құйған боқтың да нормасы бар. Міне мыналар бәрі жаңадан отырылған не? Ана мұрты жерге бекіген. Мына шешеден келіп тұр, шешесінен. Шешесінің күшінің бәрін жеп атыр. Шешесінен қию керек үзіп. Мына өрі жерге жабыстапты, сондықтан бұны обалды қимай-ақ қояйын. Мынаны қалдырайын, өзі жерге жабыстыру керек енді бұны. Сол. Мына біреуді да қию керек. Бұндайлар міне қаптап атыр екен. Бұны менен басқа үйдегілердің терпенесі жетпейді. Бұған біреу осындай терпенесі мықты адам жүру керек. Клубника деген неге қымбат деген түсіндім. Клубника деген еңбек. Осындай мұртын біреу контролировать қарап отыру керек. Күн сайын біреу суарып отыру керек. Удобрениелерін беріп қою керек. Сосын құстан, бәле-жәледен қорғау керек. Қатты шілей суы да толып кетпеу керек. Бүгін деген 2 рет жинадық, соның өзінде қалғандар. Сулардың бәрін контрольда отыру керек. Ана бөшкеге суды жылтып қиямыз. Бірде мұздай су клубникаға болмайды деді. Сондай заттардың бәрін, жалпы огородтың бәрі мұздай суды жақсы көрмейді дейді ғой. Қаншама цветоностар беру үшін енді бұның бәрі жағдайын жасау керек. Өзіне өзі клубника бере-береді-ау деген әңгіме, ол өтірік әңгіме ғой. Бәрі заттың күтімі болады ғой. Мен жақсы мақалым бар. Жібекті жаңағыдай түтелмаған жүн қылады. Келімді күтелмаған күн қылады деген. Сондықтан бәр заттың уходы бар. Ешқандай уходсыз керемет жеміс алып отырам деу бос сөз, бос әңгіме. Бәрінде уход керек. Тоқпақтай әдемі керемет суреттегідей клубника алғың келе ме, бәрін уходын жасау керек. Топырағы да дұрыс болу керек. Мұртының бәрі мынандай міне жерде мынадан мұрттар жерге жабысқан жерге. Жабысып ілініпті. Енді әлі мұрттар беріп атынан бәрін біреу жүріп осылай қиып отыру керек. Тоңқаңдап. Сол. Мына мен 500 клубникаға өстіп атым. Ана гектарлап егетіндер бар емес пе?
сатуға олардың деген қанша еңбек, сол үшін олар көп жұмысшыға ақша төлейді. Сондықтан клубниканың бағасының қымбат болатыны содан мен түсіндім. Неге қымбат болатын, неге жұрттың бәрі клубника еге бермейтінін түсіндім. Сол сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Осы клубниканы үйреніп алдым ғой мен. Бәрін, бүкіл проблемасын білетін болдым ғой мен. Мынандай күттейлер шықса мен түсінбеймін. Мен ғанадай тоқпақтайлар шығып үйренгенмін ғой. Ондай күттей неге болып қалады? Мұрттан ғой. Мұрттар қаптап кетсе, мынадай күшінің бәрін алып кетеді да. Міне, мына жерде мұрттар шығып тұр, қаптап. Сол анадай кішкентай нелі жемістер беріп қалады. Өзі дәу сорт қой. Бұны да күтпесең жаңағыдай тышқан сияқты жеміс беріп кетеді деген сөз ғой. Мына мұрттардың бәрін құртып шешесіне, мына основной шешесіне мыналарды үзу керек. Бүкіл күшін алып тұр. Не көп, мұрт көп. Бұның соңында біреу жүру керек. Мен биыл қояндармен айналыстым. Қояным бар, қыстай бөденем бар. Одан қалса қазір бір сүтті ешкім бар, әне балам қарап отыр. Оны да қарайлап жатырмын, үйретіп. Сондықтан жұмысым жетеді. Одан бөлек өзімнің емшектегі бірдегі баламмен 4-те 6-тағы балам бар, кеше толған 6-ға. Сөйтіп, итім бар, ақ көгершін бар. В общем, менде шаруа жеткілікті. Сосын осындай мұрттар арасында жылынбай қалып жатыр ғой. Рахмет, менімен болғандарыңызға. Маған көп адам комментарий жазады екен, клубникаң туралы айтпадың, не істеп жатыр деп, сол адамдарға айтып жатқаным ғой. Клубника туралы тағы да түсіріп тұрам видеолар. Жалпы бір адамдай білем, клубникаларым шүкір, жақсы. Бәрі күніге қайта-қайта теріп атық. Ана бір сезондық клубникалар бітті ғой. Енді меніңкі сияқты міне долгоиграющийлар қалды. Долгоиграющийлардың осы проблемасы осы мұрттау деймін. Аналарда да мұрт шығар, енді оларды мен ондай клубника екпегесін көрмеппін. Тығылып жақсы клубникалар тұр, қанша теріп кеттім дегеннің өзіне. Бұны теріп кетпесең, ертеңгісін құстар келеді жалмаңдап. Бәрелер. Құстар жақсы көреді. Міне, теріп кеттім дегеннің өзіне клубникалар тұр. Осын термесең, ертеңіне құстар келеді. Сол, мына ютубтың заңы солай ғой, 10 минуттан кем видео салмау керек. Сондықтан бұлшылдап не айтып атсың деп ренжісеңдер, ренжіңдер. Енді амал жоқ, өзінің заңымен айтпасадым. Айтпесе мен Instagram, TikTok каналдарым бар. Оларда мен зулатып, қысқада нұсқа айтып жаба салам. Осындай ақпараттарымды. Менің мақсатым адамдарға пайдам тисе, біреулердің білмегенін үйренсе, менен сол нұр үстіне нұр, әркім өзінің білгенімен бөлісу керек дейді ғой. Білгенімен бөлісіп атым. Аман болыңыздар.